Қалайсыздар достар? Бүгін сіздермен WebMoney'ден 10 вмз-ны теңгеге Каспиге салатын боламыз. Ол үшін біз пополнить дейсіздер. Қазір WebMoney'де обновление болған, өзгерістер бар. Мен қазір түсіндіріп өтеймін. Біріншісіне кіресіздер, вывод на карту деп Каспи банкке салатын боламыз. Сіздер өздеріңіздің қалаған банктеріңізге салсаңыздар болады. Таңдаймыз. вмз Қазақстан теңгесін таңдайсыздар. Енді біз покупка деп істемейміз, енді себебі біз сатамыз. Продажа деп істейсіздер. Мысалы, мен 10 вмз-ға істеймін. 10 деп жазамын. Заявкалар шығады. Рейтингтеріне қарайсыздар. Біріншісін ала берсеңіздер болады. Ол выгодный болады, біріншісі. Өздеріңіз қалауларыңызға байланысты ол. Мен өзім біріншісін алам. Любой банк деп жазып қойған. Любой банкке тастап береді ол адам. Мысалы, Каспи банк болсын, Халық банк, осы Қазақстанның любой банкіне салып береді. Продать кейін, мына жерінде айтып өтейін. Қазір өзгерістер болған. Қазір вмз-ның, мысалы 10 вмз-дан 53 вмз-ға дейін сата алады осы адам. Сонысын жазылған. Мынау теңгесі астында сіз алатын ақшасы. Енді мынау курсы, кем банкі, қайсы банк екені. Мысалы, екіншісіне Каспи банк деп тұр. Кейін рейтингі 117-ші орында тұрады екен. Сізге ақшаны 5 минут ішінде тастайды. 83 сделка істеген екен. Енді продать вмз дейміз. Енді біз астына түсеміз. Көріп шықсаңыздар болады рейтингтерін бәрін, подтвержденияларын. Енді біз қанша ақшамыз бар, қанша вмз-ны ақшаға айналдырамыз. Ол үшін жазамыз соны. 10 деп жазам. Міне, осындай ақша бере алады. 3860. Бұны өзгерте алмайсыздар. 10 вмз болсын, 100, мысалы, қаншаға дейін болатын болса, өзгерте алмайсыздар астындағын. Өздері определенный, өздері заявка берген. Кейін банковский картаңыз жазасыздар. Подтверждение жасайсыздар. Банковский картаңызға. Подтверждение жасадым. Осындай сообщение келеді. Подтверждение жасағанда. Кейін қайсы банк екенін мен қойып қою керек. Мысалы, мен Каспи банк жазып қойдым. Бір көріп шықыңыздар. Қате болып қалмасын. Енді подать встречную заявку дейсіздер. Болды. Одан кейін сіздерге өзі ақша салатын болады. Оны Каспи банкіңізден көресіздер. Түскеннен кейін подтверждение жасайсыздар. Сообщение келеді сіздерге. Мына жеріне сообщение келеді. WebMoney'дің өзіне кіресіздер. Мына жерінде чаты деген жерге сообщение келеді. Осындай сообщение. Міне осындай сообщение келеді. Мен 10 000 теңгеге істегем. Сол сообщение келген. Кейін подтверждение бересіздер оған. Мына жерінде астында подтверждение деген тұрады. Мен уже подтверждение бергем. Астында көк болып тұрады. Подтверждение бергеннен кейін, егер сіздерге түспеген болса, атмен жасасаңыздар болады. Видео ұнаған болса, лайк басып, подписка жасап қойыңыздар.